Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздерге осындай керемет жілік майын дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз осылай жілігімізді осылай барлығын тазалап жуып, осылай фольгамен жан-жағын осылай ұстатамыз. Қазір піскен кезде біздің мына майларымыз ағып кетпес үшін осы жан-жағын бекітіп ұстатамыз. Барлығында осылай істеп шығамыз жіліктерімізді. Мұны барлығын дайындап алдық. Енді бұл жілікті біз дейтін екі түрлі тұздықпен дайындаймыз. Мұнда менде ащы бірі қарапайым тұз бұрышпен дайындаймыз. Алдымен ащы тұздықпен дайындаймыз. Бұнда менде үткіштен өткізілген сарымсақ, тұз бұрыш, кориандерін қосып, және де ащы тұздығымызды қалауымызша қосамыз. Өзіңізде қандай ащы тұздық бар, соны қолдансаңыздар болады. Және де зайтын майы болмаса, бір ас қасық сұйық май қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Енді осы дайындалған тұздығымызды осы сүйек жіліктеріне жағып шығамыз. Бәріне орталарына майына жағып шығамыз. Бана айтып өткендей, екінші тұздығым ол тұз бұрыш және де сарымсақ қалауымызша қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, ол тұздықты да барлығын осылай жағып шығатын боламыз. Бұл жіліктің пайдасын баршамыз да білеміз жақсы. Бұл жілікте А2 дәрумендерге бай, және де сіңімділігі де өте жақсы. Тері, шаштың жылтырауына жақсы көмектеседі. Және де иммунитетімізді нығайтады, өте пайдалы жілік май. Осы жілік майды мейрамханаларда деликатес ретінде ұсынылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл мейрамханағыдай өте керемет дәмді болып шығады. Дәл осы жағып болғаннан кейін, барлығын дайындап алғаннан кейін 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минутта толық керемет болып пісіп шығады. Және де осы видео ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Осы қазақша контенттің дамуына үлес қосып, қолдап кетсеңіздер. Мына 15 минутта біздің жілік майымыз дайын болды. Өте керемет. Ендігі дәмі дейтін керемет сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға, балдарыңызға пайдалы тағам. Таңғы асқа, нанға жағып жесеңіздер де өте керемет. Ақуызға өте бай, және де ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Баршаңызға да ас болсын. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да рахмет.